сапаршы, сенің алдында Шығыс ханның Орта Азия мен Кавказ елдері, Ұлы Ресей мен Шығыс Еуропа елдеріне шабуылдаушы Қарақұрым әскеріне 6 ай бойы қарсы тұрған қабырға. Бұл отырар мұражай қорығындағы тақтадағы жазу. 13 ғасырдың басы. Орта Азиядағы жағдай мүшкіл. Қос қолбасшы Хорезм патшасы Әл-Әддин Мұхаммед пен жер жаһанды дүрліктірген Шыңғыс ханның қызығы ортақ еді. Осылайша екеуі бір өлкеде бетпе-бет кездеседі. Мақсат біреу, жерді бөліске салмақ. Государство Каракитаев рухнуло под давлением с одной стороны. Қарақытай мемлекеті шығыста Хорезм шахтың басқыншылығына шыдамай күйрейді. Мұнда басым бөлігі мұсылмандар мекендеді. Екінші бүйірінен моңғолдар түйреді. Дәл осы уақытта моңғолдар Жетісу өлкесінде пайда болып, бұрынғы Қарақытай мемлекетінің шығыс бөлігін басып алады. Бұл тұста әр билеушінің өзіне тиесілі маңызды жұмыстары жетіп артылды. Шыңғыс хан Қытай әскери компаниясы мен Хорезм патшасы Бағдат халифаты арасындағы жағдай ушығып тұрды. Екі әміршінің келісімдері оларды уақытша ғана қанағаттандырды. Алдымен Мұхаммед Шыңғыс ханға өз хабаршыларын жібереді. Олар сый-сияпатпен қатар сауда мен одақтасу жағынан өзара мәмілеге келетін ұсыныспен келіпті. Моңғол қолбасшысы да қарап қалмады, өз тартуын жасады. Дегенмен бұл тарихтағы патшаға лайық орнын нұсқады. Шыңғыс хан оны сүйікті ұлым деп атады, яғни өзіне тәуелді етті. Бұдан әрі болған іс тарихты өзгертеді. Моңғолдар жіберген керуен Хорезм империясының шекарасына жеткен кезде тоналады. Осыған дейін даланың бұлжымас заңы керуенді ешкім тонамайды. Бұл көшпенділер тәртібін бұзды. Бұл ашықтан ашық арандату еді. Некоторые говорят, что это был прямой указ Мухаммеда, Хорезм-шаха, что он приказал убить купцов, потому что якобы что-то ему он почувствовал угрозу. Көз көргендердің айтуынша, бұл Хорезм шахының тікелей нұсқауы болған. Алдын ала қауіп-қатерді сезген ол көпестерді өлтіруді өзі бұйырған. Тағы бір болжамдар, бұл отырар билеушісі Иналшық Қайыр ханның өзін білемдікке салынған бұйрығы деседі. Бар мақсаты көп олжаға кенелу. Тағы бір дерек көзі, бұл тыңшы атын жамылған көпес деседі. Олар стратегиялық маңызды ақпарды білмекке ұмтылғандықтан өлім жазасы бұйырды. Қалай десек те дәл осы оқиға дүниені жаулаған қиян кесті ұрыстың басы болды. Моңғолдар Қайыр ханның басын кеспекке бірнеше ай бойы талпынады. Алайда тайсалмаған Мұхаммед өз туысқанын өлімге қимайды. Ашу бойына сыймаған Шыңғыс хан Қытай компаниясын жайына қалдырып, әскерін өзге жаққа бұрады. Шах ордасына өз аттанды. Ұлы жошы өз әскерімен отырарды қоршады. 1219 жыл қыркүйек. Шахар аянбай қарсылық көрсетуге тырысты. Ал қаптаған ханның қолы 60 000 әскерге жетті. Күш мүлдем тең емес. Қайыр ханның сыбайластарының бірі көп ұзамай моңғолдар жағына өтеді. Что касается городов, которые находятся в Семиречье, в Жетісу, то они Жетісу бойында жатқан шаһарларға келсек, олар соғыссыз моңғолдар қолына өтеді. Ал отырар барынша қарсы тұрады. Моңғолдар 6 ай бойы шабуылдайды, алайда нәтижесі сәтсіз еді. Тек күзет бастығының бірі Қара Хаджиптің сатқындығы арқасында моңғолдарға ежелгі шаһардың қақпасы ашылады. Сатқын мен оның әскері бәрібір моңғолдардың қолынан қаза табады. Шағын әскермен бөлініп шыққан Қайыр хан тас қамалға бекініп, тағы бір ай қарсылығын жалғастырады. Соңғы күші жеткенше шайқасады. 1220 жылы ақпанда қамал алынып, Қайыр хан ұсталады. Бұл мәртебелі өлім жазасы болады. Аңызға сенсек, отырардың қарсылығына тәнті болған Шыңғыс хан оның көзі мен құлағына күмісті балқытып құяды. Аңыз емес, археологиялық дәйектер. Көне шаһар қабырғасында сол әйгілі қоршаудың қолтаңбасы сайрап тұр. Қызған май, мұны қорғаушылар шабуылдаушыларға қарсылық ретінде қолданды. Жартылай күйген кірпіштер және қамалдың қабырғасын қирату үшін қолданған құрал. Шекаралас шаһарды моңғолдар түгін қалдырмай қиратты. Қаланың ерлігі жайлы із қалмасын деген ой еді. Дегенмен отырар ерліктің белгісіндей тарихта мәңгілік орын алады.